Бақыттылыққа ұмтылғандар үшін оң кеңес. Таң сәріде отырып, Алладан кешірім сұрап, дұға қыл. Олар сондай сабырлы, иманда шынайы, Аллаға қалтықсыз мойынсұнатын, мал дүниелерін игі жолда жұмсайтын, һәм түннің біраз бөлігін құлшылықпен өткізгеннен кейін, сәресі уақытында Алладан кешірім тілейтін ізгі жандар. Әл-Имран сүресі 17 аят. Жалғыз отырып ой жүгірту үшін уақыт бөл. Олар күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысына терең ой жүгіртеді. Әл-Имран сүресі 191 аят. Тақуалы кісілермен етене аралас. Бір Алланың разылығын ғана қалап, Раббаларына ертелі кеш, яғни таңертең және екінті һәм ақшам уақыттарында құлшылық әрі дұға ететін мүміндермен бірге болуда барынша сабырлылық һәм табандылық таныт. Кахф сүресі 28 аят. Алланы еске ал. Уа иман келтіргендер, Алланы көп еске алыңдар. Ахзаб сүресі 41 аят. Олар тікесінен тік тұрып та, отырып та, бір бүйірлеп, жан тайып жатып та, үнемі Алланы еске алады. Әл-Имран сүресі 191 аят. Алланы ауыздарыңнан тастамай, көп еске алыңдар. Сонда екі дүниеде де азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Әнфәл сүресі 45 аят. Парыз және нәпіл намаздарды бар ынты шынтыңмен, ықласыңмен орында. Олар намазда құдіретті күшті Аллаға шын пейілмен мойынсұнып, барынша кішіпейілділік танытатындар. Муминун сүресі 2 аят. Жиі-жиі ыстық күндерде нәпіл ораза ұста. Ол жеп ішкенді және құмарлануды менің ризалығым үшін тастайды. Құранды оқып, ой жүгірт, көңіл қойып және беріліп оқы. Әйтпесе олар осынау Құранға ой жүгіртпей ме? Мұхаммед сүресі 24 аят. Садақаны көрсетпей бер, сол қолың бергенді оң қолың білмесін. Діндес бауырларыңның және әпке қарындастарының проблемаларын шешіп, жағдайын жеңілдет. Кімде-кім бір мұсылман кісіні дүниелік бір қайғысынан арылтса, Алла оны есеп күні бір қайғысынан арылтады. Дүние рақаттарына нем құрайды қара, және оларға салынып кетпе. Бәрі жақсы болады. Екі дүниеде де бақытты болғың келе ме? Басыңнан қандай оқиға өтіп жатса да, сабырлылықпен, шыдамдылықпен, Алла тағала саған келген сынақты жақсылыққа айналдырады деген үмітпен қабыл ал. Қайғырғанмен пайда таппайсың. Егер сен бәле-кесапатқа ұшыраған болсаң, сен жасай алатын ең жақсы іс туындаған жағдайға үйренісуге әрекет жасау. Аурудың себебінен сол қолын иығынан төмен кестірген бір кісіні білемін. Ол бұл кемшілігі үшін азап шекіп, ауыр қайғыға батқан жоқ. Керісінше, шыдамдылығын көрсетіп, өмір тұрмысын жалғастыра берді. Үйленді, бала шағалы болды. Машинаны бір қолымен өте жақсы жүргізеді және өзінің ісін еш нәрсеге шағымданбай ұқыпты орындайды. Ол Алла оны басынан бері бір қолды қылып жаратқан сияқты өмір сүреді. Хадисте Алла тағдырыңа нені жазса, соған разы болсаң, ел ішіндегі ең бай кісі боласың делінген. Адам өмірдің әрқандай шарттарына тез көндігіп үйренісіп кетеді. Әлбетте материалдық жағдайдың жақсарғанына, оның жаман болып қалғанына қарағанда тезірек үйренісеміз. Осылай болса да, айналаңа қарап көр. Қаншама кісілер жұпыны үйлерде тіршілік етіп, қарапайым азықтармен күн кешіп жүр. Сонда олар бақытсыз ба? Жоқ. Керісінше, олардың көпшілігі қоймасы тола, зәулім үйлері, қымбат бағалы көліктері бар байларға қарағанда бақыттырақ. Болатын нәрсе біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, бәрібір болады. Сондықтан қапа болып, қарсы шығып, наразылығымызды көрсетуіміз ақылсыздық. Ақылды кісі әрбір жамандықты жақсылыққа айналдыра алады және шынында да иманды кісінің жағдайы таңғаларлық. Оның барлық жағдайы ол үшін жақсылық, әрі бұл иманды кісіден басқаға берілген емес. Егер оған жақсы нәрсе болса, ол Аллаға шүкір қылады және бұл ол үшін жақсылық болып жазылады. Ал енді оған кесел-кесапат келетін болса, ол сабырлылық танытады және бұл да ол үшін жақсылық болып есептеледі. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахабалары қалай өмір сүргенін, оларға келген сынақтарды қалай қабыл алғанын еске ал. Сонда саған келген сынақтар өзіңе сезіліп жатқандай сұмдық қорқынышты, шығатын тесігі жоқтай тұңғиық емес екенін түсінесің.
Пайғамбарлардан кейінгі ең жақсы кісілер, әулиелер де өте қарапайым, жұпыны өмір сүрген. Кедейлік олардың көпшілігінің ажырағысыз жазмышы еді, бірақ олар соған қарамай бақытты өмір сүрген. Өйткені оларда одан маңыздырақ байлықтары, иманы, сенімі, жақсы амалдары, көркем әдеп ақлақтары бар болып, Аллаға тәуекел етуді, ақыреті игілікті көздеуді жақсы білді. Біз болсақ, өзімізді олардың мирасқорлары деп есептейміз. Енді біздің олардай бақытты болуымыз үшін не жетіспейді? Қайғыртқан нәрсенің бәрі өтіп кетеді. Барлық тіршілік иесі жанды атаулы өледі. Әрбір жан өлімнің дәмін тататыны ешкімге жасырын емес. Осылай болса да, біз бір күні бұл дүниені тастап кететінімізді білмегендей болып жүреміз. Біз бұл дүниеде мәңгілік қалатындай өмір сүреміз. Бұл өмір қаншалық қысқа екенін ойлап та қоймаймыз және есеп күніне дайындалмаймыз. Уа адамдар, Раббыларыңа асылық қылып, қаһарына ұшыраудан сақтаныңдар. Біліп қойыңдар, шүбәсіз қиямет күнінің зілзаласы алапат құбылыс. Хаж сүресі 1 аят. Оларға сендердің әу бастан белгіленген межелі күндерің бар. Сендер ол күнді бір сәтке болсын, кейінге шегерете, тездете де алмайсыңдар, деп айт. Сәбә сүресі 30 аят. Адамдардың есеп беретін күні таяды. Алайда олар сонда да ақиқаттан сырт айналған күйі ғапылдықта жүр. Әнбия сүресі 1 аят. Бұл дүние біздің қайғы-мұңымызға және қайғыруымызға татымайды. Өйткені ол біз үшін уақытша. Бір есіктен кірдік, енді екінші есіктен шығамыз. Бізге азап тарттырып, қайғыртып жатқан нәрсенің бәрі жақында өтіп кетеді. Не үшін біз онда әрдайым қайғырамыз? Не үшін аяғы жоқ уайым, шегі жоқ қайғымен өзімізді қинаймыз? Егер бізге қазір жаман болып жатса, онда біз оның бәрі жақында тіпті біз ойлағаннан да тезірек бітетінін еске алуымыз керек. Біраз сабырлылықпен әлемдердің иесіне тәуекел етуіміз керек. Алланың әмірімен пейіш бақтарында мәңгілік рахаттарға ие болып жүріп, жердегі қайғы-мұң, қиыншылықтар туралы еске алу сыйлық. Ертең тыныштық пен демалудан рақат алу үшін бүгін бар күшімізді жинап, барлық жақсы әрекеттерімізді жасайық. Пейіш туралы ойлан. Егер қапа болып, жан дүниең қиналып тұрса, пейіш жөнінде ойлан. Уа Мұхаммед, иман келтіріп, игілікті істер атқарғандарды сүйіншіле. Шүбәсіз олар үшін жайқалған жасыл бауларының арасы мен зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары бар. Оларға ризық ретінде сол жердің жемісінен ұсынылған сайын, бұл бізге бұған дейінде осы жәннатта яқи дүниеде берілген ризық қой деседі. Негізі олардың дәл өзі емес, ұқсасы беріледі. Сырттай ұқсағанымен ләззаты өзгеше болады. Олар үшін жәннатта пәк жұбайлар бар. Олар онда мәңгі бақи тұрақтап қалады. Бақара сүресі 25 аят. Егер саған сынақтар бірінің артынан бірі селдей жауып жатса, онда пейіш жөнінде ойлан. Әлде сендер өздеріңнен бұрын өткен қауымдардың басына келгендер, бастарыңа келместен жұмаққа кіреміз деп ойлайсыңдар ма? Олардың көптеген адам айтқысыз ауыртпалықтарға душар болып, күйзелгені соншалық пайғамбар және онымен бірге иман келтіргендер Алланың жәрдемі қашан келеді дейтіндей жағдайға жетті. Біле білсеңдер, Алланың жәрдемі өте жақын. Бақара сүресі 214 аят. Егер сенде жағдай өте ауыр болып, өмір тек бәлеке сапаттардан тұрғандай болып көрінсе, онда пейіш жөнінде ойлан. Аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтанған тақуа жандар үшін Раббыларының дәргейінде жайқалған жасыл бауларының арасымен һәм салтанатты сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары бар, һәм олар мәңгі бақи сонда болады. Сондай-ақ онда олар үшін пәк жұбайлар және бәрінен де қайырлы болған Алланың разылығы бар. Әл-Имран сүресі 15 аят. Егер сенің тағатың таусылған болса да, пейіш туралы ойлан.
Олардың алатын сыйы қарымы Раббыларының кең кешірімі мен жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары болмақ. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Діннен үйреніп білгенін іске асырып, игілікті істер атқарғандардың алар сыйы неткен ғажап десеңші. Әл-Имран сүресі 136 аят. Егер сен қатты шаршағаныңды және бақытсыз екеніңді сезініп тұрсаң, онда пейіш туралы ойлан. Кім-кім тозақтан аулақ әкетіліп, жұмаққа кірсе, зор жетістікке һәм мақсат мұратына жеткені біліп қойыңдар. Бұл дүниенің тіршілігі алдамшы қызықтан, жалған бұйым боқшадан басқа түк те емес. Әл-Имран сүресі 185 аят. Егер қорқынышқа, уайымға салынып, не істеріңді білмейтін болсаң, онда пейіш туралы ойлан. Алайда Раббаларыңа қарсы келмей, тақуалық шеңберінде өмір сүргендер үшін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшалары бар. Олар онда мәңгі бақи қалып, Алладан ерекше сый құрмет көреді. Алланың дәргейіндегі бар игілік, ізгі де кемел мүміндер үшін әлде қайда қайырлы. Әл-Имран сүресі 198 аят. Егер саған күнәларың өте көп көрініп, жаратқанның кешірімінен үмітің үзілген болса, онда пейіш туралы ойлан. Менің жолымда хижрет еткен әрі атамекеннен қуылған, менің жолымда сан түрлі зорлық-зомбылыққа төзе білген, һәм керек кезде дұшпанға қарсы қасық қаны қалғанша соғысқан және өлтірілген әрбір жанның кінә қателіктерін жасырамын. Һәм шүбәсіз, оларды жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземін. Бұл Алла тарапынан берілетін ерекше сый-сияпат. Әлбетте ең керемет сый-сияпат Алланың дәргейінде. Әл-Имран сүресі 195 аят. Егер сен күш-қуатыңның мүлдем сарқылғанын сезсең, онда пейіш туралы ойлан. Ал иман келтіріп, өздерін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер атқарғандарды ішінде мәңгі бақи қалып бақытты өмір сүретін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземіз. Жұмақта олар үшін пәк жұбайлар бар. Сондай-ақ оларды жұмақтың әсте түгесілмейтін нығметтерге толы болған жанға жайлы самаладай көлеңкесіне саялатамыз. Ниса сүресі 57 аят. Егер көз жасыңды тыя алмай тұрсаң, онда пейіш туралы ойлан. Кім-кім Аллаға және елшісіне бағынса, Алла оны жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргізеді. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Ең үлкен жетістік, ең зор табыс міне осы. Ниса сүресі 13 аят. Егер саған сапар алыс және қиын болып сезілсе, онда пейіш туралы ойлан. Сол кезде жұмақтықтарға, жұмаққа кіріңдер. Бұдан былай сендер үшін ешқандай қорқыныш жоқ, һәм бұдан былай әсте жабықпайсыңдар, делінеді. Ағра сүресі 49 аят. Егер саған өмір өте ауыр және түбі жоқ тұңғиық болып көрінсе, онда пейіш туралы ойлан. Раббылары оларды шексіз рақымына бөлейтіндігімен, оларға разы болып, оларды да өзінен разы ететіндігімен, әрі түгесілмес, мәңгілік нығметке толы жәннат бақшаларымен сүйіншілейді. Олар жұмақта мәңгі бақи қалады да, қайғы-мұңсыз бақытты ғұмыр кешеді. Шүбәсіз ең үлкен сый-сияпат Алланың дәргейінде. Тәубе сүресі 21-22 аяттар. Егер армандарың бұл дүниеде іске аспай жатса, онда қапаланба, пейіш туралы ойлан. Алла мүмін ерлер мен мүмін әйелдерге ішіне мәңгі бақи бақытты ғұмыр кешетін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларын, әсіресе Адын жаннатынан керемет үйлер беруді уәде етті. Ал аталмыш нығметтердің бәрінен де зоры Алланың оларға деген разылығы. Ең үлкен жетістік міне сол. Тәубе сүресі 72 аят. Егер сенің иманың әлсіреп, ибадаттарды талап етілгендей ынтазарлықпен, мойынсұнумен орындай алмай жатқаныңды сезсең, онда пейіш туралы ойлан.
ал Аллаға лайықты түрде тағзым етіп, оған асылық қылудан сақтанған тақуа жандар жұмақ бақшаларында бастаулардың басында болады. Оларға ол жерге есендікпен һәм үрей мен уайым атаулыдан арылған күйде кіріңдер делінеді. Хижр сүресі 45-46 аяттар. Егер шайтан сенің жақсы істер жасауыңа кедергі келтіріп, жалқаулықты ойыңа салып жатса, онда пейіш туралы ойлан. Алланың өзін көріп, бақылап тұрғанын терең сезіне отырып, үнемі игілік жасап, жақсылық істегендерге ең керемет сый жаннат және одан да артық сый Алланың жамалын тамашалау бұйырады. Олардың жүзіне бірде-бір қара дақ түспейді һәм өздерін масқара ететін қорлыққа да тап болмайды. Міне солар жұмақтықтар. Олар мәңгі бақи сонда болады. Юнус сүресі 26 аят. Егер сені жалған дүниенің азғырулары өзіне тартып кетсе, тоқтай қал да пейіш туралы ойлан. Алтын табақтар мен бал татыған алуан түрлі сусындарға толы қадақтар тасыған жұмақ қызметшілері оларды айналсоқтап сый құрмет көрсетеді. Онда көңіл соғатын һәм көздің жауын алатын нәрселердің бәрі бар. Сендер онда мәңгі бақи қаласыңдар. Дүниеде істеген игілікті істерің үшін сендерге мұра ретінде берілген жәннат міне осы. Онда сендер тойып жейтін түр-түсі, дәмі һәм иісі жағынан алуан түрлі жеміс-жидектер бар. Зухруф сүресі 71-73 аяттар. Егер сенің проблемаң көп болса, онда пейіш туралы ойлан. Ал Аллаға лайықты түрде тағзым ететін, оның алдында асылық етуден барынша сақтанатын тақуа жандар болса, азап атаулыдан ада қауіпсіз жерде болады. Олар жұмақ бақшаларында бастаулардың басында болады. Үлбіреген жұқалтым жібек пен жалтылдаған атластан тігілген киім киіп, яғни үлде мен бүлдеге оранып, орын тақтарға шалқая түсіп, мейірлене бір-біріне қарасып отырады. Иә, солай. Сондай-ақ оларға құралай көз хор қыздарынан пәк жұбайлар нәсіп етеміз. Олар онда ешкімнен һәм еш нәрседен қорықпай және қысылып қымтырылмай жайбарақат отырады. Көңілдері соғатын жемістер мен нығметтердің түр-түрін алдыратын болады. Олар жалған дүниемен қош айтыстарда дәмін татқан. Алғашқы өлімді былай қойғанда, онда өлімнің дәмін әсте татпайтын болады. Сондай-ақ Алла оларды жалындаған жаһаннам азабынан мәңгі бақи сақтайды. Духан сүресі 51-56 аяттар. Иманды кісі сынақтарды шыдамдылықпен көтергені үшін оны зор сыйлық күтіп тұрғаны есіңде болсын. Және бұл сыйлық сондай мол һәм берекелі болғандықтан, оған жетісімен кісі бұл жалғандағы басынан өткізген азаптарын толық ұмытады. Ал Раббыларың шын көңілден ұлықтап, оған қарсы келуден һәм қаһарынан сақтанғандар лек-лекімен жаннатқа жөнелтіледі. Жаннатқа жеткендерінде алдарынан жаннаттың қақпалары айқара ашылады да, ондағы сақшы періштелер оларға сәлем сендерге, өздерің күнә атаулыдан, қайғы мұңнан мәңгілікке арылған қандай пәк, қандай бақытты жандар едіңдер. Қане, жаннатқа кіріңдер де, онда мәңгі бақи қалыңдар, деп оларды ерекше қошеметпен қарсы алады. Сонда жаннаттықтар: Аллаға матақ жаудырып, шүкіршілік айтамыз. Ол бізге берген уәдесінде тұрды һәм бізді осынау ұшы-қиыры жоқ қисапсыз нығметке толы жерге мұрагер қылды. Біз енді жаннатта қалаған жерімізде қалағанымызша тұра аламыз, деп мәз-мейрам болады. Міне бір Алланың разылығы үшін риясыз еңбек еткендердің алатын сый-сияпаты қандай керемет. Зүмәр сүресі 73-74 аяттар. Дүниедегі өмір тіршілік қайғы мұңға, азаптарға толы болуы аз көрінеді, әрі өте қысқа, әрі мәңгілік өмірмен салыстырғанда түкке татымайды. Алла тағала бізге баға жетпес мүмкіншілік беріп жатыр. Біз, адамдар, бұл дүниеде біраз сынақтан өту арқылы ауырмайтын, өлмейтін, қайғырмайтын, азап тартпайтын, қорқып қор болмайтын, уайым мен әділетсіздік жоқ, мәңгілік жас болып, қалағанның бәрі дайын болатын
мәңгілік бейішке лайықты боламыз. Бұл фәни дүниеде болған азаптар, сынақтар үшін ең жақсы сыйлық емес пе? Мәңгілік рақат, мәңгілік жастық, мәңгілік ләззат, мәңгілік бақыт. Тағы не керек? Сабыр қыл, бекем бол, жақсы істерді жаса және жаратқанға бүкіл ынтаңмен ғибадат жасасаң, ертең сол ең керемет мәңгілік жайға кіресің. Дүниедегі қиыншылықтарға сабырлылық танытқандарың үшін сендерге сәлемун алейкум деп тыныштық, есендік тілейміз. Осынау ақырғы ақырет мекені қандай керемет. Рағд сүресі 24 аят. Азап пен қайғы мұңға толған жер үстіндегі өмір туралы ғана ойлап, шынайы өмір туралы пейіштегі мәңгілік өмірді естен шығарған кісі қандай бақытсыз. Мұңаюдың не керегі бар? Мұңаюдың еш керегі де, ешқандай зәрулігі де жоқ. Ол ешқандай пайда алып келмейді. Керісінше, ол кісінің уақытын, күш-қуатын алып, оны пайдалы іс-әрекеттерден және жақсы істерді жасаудан қалдырады. Ол пендені бақытсыз, әлсіз сезіндіріп, жүдетеді. Мұңаю біздің өмірімізді іш құса етіп, ауру қылып, сары уайымға салып, қараңғылыққа душар қылады. Ол біздің жақсылық көруімізге, қуануымызға тосқауыл болып, бізді пессимистке айналдырады. Солай болса да, мұңаюдың себепшісі әрдайым өзіміз бола бермейміз. Кейде оның пайда болуына біздің ешқандай қатысымыз жоқ болса да, ол бізге келіп жетеді. Біз одан еш құтыла алмай қаламыз. Мұндай сәтте ол бұл өмірде бізге келетін басқа сынақтар сияқты сабырлылықты талап етеді, және біз оған солай мәміле жасайтын болсақ, Алла тағала бізге зор сыйлықтарды уәде қылған. Пейіш тұрғындары ол жаққа кірерде былай дейді: бар мадақ пен шексіз шүкіршілік, қайғы мұңды бізден мәңгілікке алыстаған Аллаға арналады. Фатыр сүресі 34 аят. Бұл жерде фәни өмірде оларға келген қайғы мұң басқа сынақтарға ұқсас екені айтылып тұр. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: мұсылман неге душар болмасын? Мысалы, шаршау, ауру, қайғы, кесел-кесапат, аза тұту, тіпті тікеннің кіруі. Алла сөзсіз солар үшін жасаған күнәларынан қайсы бірін кешіреді деп айтқан. Байқағанымыздай, қайғы басқа сынақтармен қоса айтылып жатыр. Егер иманды кісіге бұл дүниеде қайғы келетін болса, ол жаратқанға дұғамен жалбарып, оны сейілту үшін оған қарсы тұру керек. Біз бақыттылыққа екі дүниеде де ұмытылып, жаратқаннан бұл туралы сұраймыз ғой. Ал енді бақыттылық пен қайғы мұң бір-біріне сәйкес келмейді. Кісі өзін мұңайтатын себептерді бекерден бекер тудырып алып, содан соң бұл да құлшылық, Аллаға жақындатады деп ойламау керек. Егер қайғы сыйға беріліп, күнәлар кешірілетін сынаққа кіретін болса, онда оның өмірде көп болу үшін әрекет жасау керек деу қате түсінік. Қайғының себебі шынайы иман және Құдайдан қорқу болғанда ғана мақтауға лайықты болады. Бұл күнә іс жасап алып, кейін сол жасаған ісі үшін өкінген кісінің қайғысы. Алла бізді түзу жолға салып, бізді қайғыдан арылтсын.